имитация бурной деятельности дейді, жаңағыдай да, өзін сөйтіп көрсеткісі келеді де, жаңағыдай жасап жатқан. Түсініп отырсыздар ма? Ондай адамдарға уақыттарыңызды, энергияларыңызды бөлмеңіздер. Просто уақыттарыңызды жоғалтып аласыздар да, түсініп отырсыздар ма да? Сондықтан біздің сіздермен іздейтініміз всегда ол золотой кораблик да, бізге золотой. Бірақ онсыз ол 1000 адамнан біреу болуы мүмкін. 100 адамнан біреу болуы мүмкін. Түсініп отырсыздар ма да? Бірақ сіздер енді ойбай мынау мен золотой корабль емес екен деп, қой мынаған бөлмейді, анаған барайын, анау емес, мынау деп жүрмеңіздер. Жоқ, бәріне общий уақыт бөлесіз, бірақ соның ішінен жаңағыдай өзінің четкий нәтиже несі бар, планы, жоспары бар адамдар байқалады өзі да, ары қарай өсем деген, өнем деген. Соларға жаңағыдай уақыттарыңызды бөлесіздер да. И одан кейін тұрақты өсуге негіз болады, командаға айқындық береді. То есть сіз уже командаңыздағы жаңағыдай общий картинаны көре аласыз жаңағыдай. Егер де сізде четкий жоспар болса да, ары қарай. Және де 12 айға 12 нәтижені бөліп тастау керек. Түсініп отырсыздар ма да? Ол не обязательно сіз өзіңіз статус шаба береді. Да, басында менеджер 1, менеджер 2, 3, 4, 5 деген ол оңай. Оны ай сайында жабуға болады, апта сайында жабуға болады да. Бірақ уже жұмыс өскен сайын, объем өскен сайын, супервайзерға жеткен сайын, ол не істейді? Ол қиындай бастайды да. Бірақ енді сіз каждый айда жаңағыдай, бірінші айда директор 1, 2, 3, 4, 5 деп жаба алмайсыз ғой, дұрыс па? Сол үшін сіз не істеу керексіз? Сіз уже нәтижені командаға бөліп тастайсыз. Түсініп отырсыздар ма да? То есть осы айда менің 2 партнерім менеджер там 5 жабу керек, келесі айда менің 2 партнерім супервайзер 1 жабу керек, или 5 партнерім супервайзер там 2 жабу керек деген сақылды, уже нәтижені командаға бөлесіздер. Сіздер уже четко білесіздер. Осы айда күшті кімге саласыз, кім сізге нәтиже көрсетеді, келесі айда кімге күшті саласыз, ол деген не нәрсе? Сіз партнеріңізді өсірдіңіз ба, сіз өсесіз деген сөз. Түсініп отырсыз ба да? Партнер өсті ма, сіз өсесіз. То есть сіз бір өзіңіз жаңа менеджер 5-ге дейін жетуге болады ма? Продукция саттыңыз, айттыңыз, бүйттіңіз, вроде бы жаңағыдай товарооборот жасадыңыз, бір определенный статусқа жетуге болады. Супервайзер 1-ге де жетуге болады мысалы да. Бірақ статусыңыз өскен сайын сізге тұрақты команда керек. Түсініп отырсыздар ма да? Ал ол тұрақты команда болу үшін сіз не істеу керексіз? Өзіңізге сеніп келген лидерларды өсіру керексіз. Оларға көмектесу керексіз. Түсініп отырсыздар ма да? Сол үшін де бұл мына не жаңағыдай стратегия сіздерге сол үшін керек. Сол үшін мына айына уже бөліп тастайсыз. 12 айда четкий сізде айқын 12 нәтиже тұру керек. Январь, февраль, март, апрель, май деп бөліп тастайсыз да жаңағыдай да. Каждый айға қандай стратегия қоясыз, соған жаңағыдай уже әрекетіңізді жасайсыз да. Ары так, негізгі блок, ол жеке өсу стратегиясы болу керек сізде, четкий, бір жылға. Командалық стратегия болу керек жаңағыдай да, командаңызбен неше сізде жаңағы айтқан менеджер болу керек, неше сізде супервайзер болу керек, неше директор болу керек. Соның барлығын жаңағыдай сіз уже бір жылға өзіңіздің жаңағыдай четкий стратегияңызды қойып тастау керексіз. Түсініп отырсыздар да? Ол пландың, ол любой жерде бар, мен сізге айтайын. Қай секторға барсаңыз да, банковский сектор болсын жаңағыдай да, қай секторға барсаңыз да өзінің пландары болады. Апталық, айлық, жылдық деп. Түсініп отырсыз ба да? Мен сіздерге жылдық планды айтып отырмын да. Бір жылда сіз уже четко картинаны көріп тұру керексіз да. Білесіз бе? Сіздерде мынандай болады ма? Мысалға айтайын, сізде когда жоспар болмаған кезде, когда сізде четкий мақсаттарыңыз болмаған кезде, сізде мынандай болады ма? Анандай чувство болады ғой ішіңізде мынандай. Сізден басқа осы New Wave-та бәрі статус шауып, бәрі байып кеткен сияқты. Сондай бір чувство болады іштеріңізде. Сізден басқа, мысалы да, сіз ғана как будто бір орында тұрған жақсылсыз да жаңағыдай да. Қалған бәрі статус шауып жатыр, сахнаға шығып жатыр, байып жатыр жаңағыдай, дұрыс па? А сіз ғана бір жерде тұрған жақсылсыз. Неге білесіз бе? Сізде четкий стратегия болмаған кезде. Көрдіңіз ба да? Сразу содан-ақ білуге болады. А сізде четкий стратегия болғанда сіз білесіз, бүгін ол сахнаға шықты ма? Ничего страшного. Ертең сіз шығасыз сол сахнаға. Почему? Потому что сіздің стратегияңыз бойынша сол статус просто келесі аптаға или келесі айда тұрда болады. Түсініп отырсыз ба да? Сол кезде сізде чувство потери деген нәрсе болмайды. Чувство потери деген. Түсініп отырсыз ба да? Сондай нәрсе болмайды. Сол үшін де біз четко осы стратегиямен және де финансовый стратегия. Ақша деген ол өте маңызды. Барлықтарыңыз мен сізге айтайын, бұл бизнесқа да, денсаулық үшін келеді біреуі да, біреу жаңағыдай осы орта үшін келеді, біреу басқа үшін келеді. Бірақ мен сіздерге айтайын, өз-өздеріңізді алдамай қойыңыздар. Основной 99% бұл жерде ақша. Түсініп отырсыз ба да? Финансовый состояние. Қазір аптасына 1 000 000 теңге тауып алсаңыздаршы,
уже басқаша энергия сізден шығып тұратын болады. Басқаша уже сөзіңізде, өзіңізде. Ең қызығы мен сізге бір дүниені айтайын. Кешегі шыққан директорларды көрдіңіздер ғой, Көрдіңіздер ма? Аягөз ханым, Айгерім ханым, Әсел ханым директор бар, Жарқын мырза. Көрдіңіздер ғой, директор бірлерді қандай керемет көшбасшы да уже ана походкаларына дейін өзгеріп кеткен ғой уже. Былай уже, оны оған мырза біледі ғой қалай болған. Мен білем ол кісілерді бизнесқа келген кезде ең артында ана жақта Аягөз ханым отырған. Мен болған ма, болмайды ма, жетіп алған бар деп жаңағы. Рас айтамын мен сіздерге, Айгерім ханымды білем қалай келген бизнесқа. Түсініп отырсың ба, қалай бизнес өзгертеді адамды. Ол өзгертеді, неге өзгерді? Өйткені уже финансовый энергия келді. Түсініп отырсың ба, адамға уже миллиондап ақша келе бастаған кезде, хочешь не хочешь, сенің походкаңнан бастап сөзің, сен уже билей бастайсың. Біреулер айтады ғой, мен сахнаға выступать ете алмаймын дейді ғой. Өлең айтып билеп кеткен білмей қалады ғой жаңағыдай. Түсініп отырсың ба, или мен жаңағыдай ұяламын дейтін адамдар бар. Ақша тапқан кезде ақша не істеп дейді ғой, былай айтқан кезде, дұрыс па? Ол бәрін істетеді, дұрыс па? Сен уже энергияңды, почему ол болды, білесіз ба? Адамда уверенность келді, адамға уверенность келді. Түсініп отырсыз ба, естеріңізде болсын. Бүгін еріккен адам жоқ, сетевойға еріккен адам келмейді, естеріңізде болсын. Бәрінің ішінде бір үміт бар. Вот сіздерге сеніп келген адамдар бар ғой, мысалы, жазылып. Ойлаңызшы, ол еріккеннен қалтасынан 360 мың теңге ақша шығарады екен. Осы жарайды, болса болды, болмаса болды. Жоқ, конечно. Ол сізге 360 мың теңгені беріп тұрған кезде, оның ішінде бір үміт бар да жаңағыдай да. Осы жерден байып кететін шығармыз, осы жерден бір күшті бір арман мақсаттарға жететін шығармыз. Соны қанша мотивация бердіңіз да соған, түсініп отырсыз ба? Ол сондай бір үмітпен сізге подписка жасап тұр, дұрыс па? Мысалы, айыңызды ойлаңызшы, мысалы, ол сондай бір үмітпен подписка жасап тұр, ана жерде өзіңіз, енді ол сізге сеніп тұр ғой, дұрыс па? Астанада. Енді білмеймін, болады ма, болмайды ма, жарайды енді. Көреміз енді, бүгін ана ұлан мырза айтады ғой енді, болып қалатын шығар, мысалы, сен айтсаң, ішінен ойлайды ғой, шынды ма? Мен бұған сеніп кеп тұрмын, дұрыс па? Бұған сеніп ақша беріп тұрып қалтамдан, мысалы, максимум пакетке 720 мың теңге ақша салып атқандар бар. Өмір, білмеймін енді қанша болды, бір 6 ай ішпей жемей жинаған ақшасын үміттеніп бүйтіп әкеп тұр, ана сіз тұрып ана жерде. Білмеймін енді, болады ма? Болып қалатын шығар енді, әйтеуір бір нәрсе істеп ойлаңызшы, жоқ, конечно. Естеріңізде болсын. Сіз маған десе қандай қалай маркетинг айтыңыз, есіңізде болсын да. Қалай сіз продукция айтыңыз да, есіңізде болсын. Адам неге келеді, білесіз ба? Адам уверенностьқа келеді. Сіздің көзіңізге келеді да. Сіз егерде четко айтсаңыз, міне мен өзім де бүгін енді бастап тұрмын, бүгін өзім да. Мен де новичокпын сен сақылды да. Бірақ екеуміз, келші. Есіміздің? Тоғжан. Екеуміз Тоғжан, осы New Wave-тан екеуміз де президент статусын жауып айына $100 мың чек аламыз. Сен соған сенесің ба? Екеуміз бірге деп, жаңағыдай осылай айтсаңыздар, ол адам сіздің артыңыздан жүреді. Түсінесіз ба? Мен де новичокпын, Тоғжан. Мен де бүгін бастап отырмын. Бірақ мен уверенмін, екеуміз жететінімізге десеңіз, ол адам жүреді сіздің артыңыздан. Түсінесіз ба? Рахмет, Тоғжан сізге. Рахмет. Тоғжанға бір қол қойшы. Қараңдар, адам неге келіп? Адам уверенностьқа келіп тұр. Дұрыс па? Мен ана жерде тұрып алып Тоғжанның алдында жылап тұрсам, білмеймін Тоғжан. Чоттар мен бар ғой, білмеймін, айтып жатыр, елдің бәрі айтып жатыр, осы бар ғой, осы нони сок ішеді екен, оны ішіп байып кетеді екен, чотта бар ғой, аналар бас ақша тауып жүрмейді, білмеймін, бірақ деп түсініп отырсыз ғой, сомнение болатын болса, естеріңізде болсын, сіздердің арттарыңыздан бірде-бір адам жүрмейді, түсініп отырсыз ба да? Бірде-бір адам артыңыздан. Қазір еріккен адам жоқ. Әр адамның ішінде бір үміт бар. Әр адамның ішінде бір сенім бар. И ол басқа біреуге емес, ол сізге сеніп келіп отыр, естеріңізде болсын. Сіздің адамыңыз ол тек қана сізге сенеді. Сол үшін өздеріңіздің еңселеріңізді тік ұстап, сіздер номер 1 месіргеде міне алдарыңызда тұр адамдар. Осы New Wave компаниясынан. Осы New Wave компаниясынан бір жылда $1 миллион тапқан адам тұр. Түсініп отырсың ба? Сіз вообще жалпы өмірде $1 миллион тапқан адамды былай көрдіңіздер ма жалпы? Мысалы, даже өмірде. Көрдіңіздер ғой, дұрыс па? Мысалы айтайын, қандай даже туысың болып кетсе де уақыты жоқ ғой адам, дұрыс па мысалы? Біз ойлаңыздар, сіздермен бірге араласып, қораласып, бірге жүріп, бірге тұрып, біз сіздерді де сол нәтижеге жеткіземіз. Түсініп отырсың ба?
керек болады. Көрдіңіздер ме да? Сол үшін мен сіздерге айтарым, қараңыздар. Міне, алдыңызда тұрған адам